Ассалаумағалейкум достар, жаңа ғана Чемпиондар Лигасы 8-ден бірінші финалының жеребесі тартылды. Кем дегенде 2 топ матч бар. Чемпиондар Лигасының дербиіне айналып кеткен Манчестер Сити мен Реал Мадрид тағы да жолығады. Және ПСЖ мен Челси арасындағы 2 топ кездесу бар. Жалпы топ 8 команда міне жарыс жолын бастап жатыр. Чемпиондар Лигасы енді басталды деуге болатын шығар. Соны қазір талқылаймыз. Чемпиондар Лигасының жеребесін Бексұлтан Кеулімқос, Әлібек Кенжалы, Дидар Есемов, Есет Төлеш кеттік. Достар, Чемпиондар Лигасын көріп қана емес, Чемпиондар Лигасын ойнауға да болады. Бұл үшін PlayStation 5 болса жеткілікті. FIFA-дан өзіңіздің сүйікті командаңызды таңдап, Чемпиондар Лигасының жеңімпазы қылуға мүмкіндіктеріңіз бар. PlayStation 5-тен бөлек біздің достарымыз қазір өте бағалы сыйлықтарды ойнатып жатыр. Сол ұтыс ойынға қатысам десеңіздер, төменге сілтемесін қалдырып кеттік. Сол сілтемені басып қатысыңыздар. Бірінші жұптан бастайық. Реал Мадрид, Манчестер Сити. Негізі белгілі болған сияқты, жеребе кезінде осы екеуі точно түседі деген. Менде былтыр да сондай ой болған. Биылда да осы екеуі түседі-ау деген ой болды. Сен сөйтіп ойламай-ақ қойшы, Есет. Мен ойлағаннан болып жүр ма? Сен ойлағаннан. Менің әлі болып жүрмекен ғой бәріне. Реалға қатысты нәрсенің бәріне сен білесің ғой. Жалпы Реал мен Сити болмаса мүлде топ матч болмай қалайын деп тұр ғой негізі. Егер Реал мен Сити бөлек PSG Челси енді фаворит сәл анықта, белгілі сияқты. Мысалы, Сити мен Реал болмай қалса. Мына жерде Әлімжан отырмағаны рахмет етсін. Негізі 8 матчтың барлығы да мықты былай қарап тұрса. Бірақ фавориті спорт жиынқана бөлексі, ал қалған 7 матч кәдімгі шайқас. Бірақ байқайсыңдар ма, анау оң жағы кәдімгідей әлсіз, оңай демейік қойық енді. Арсеналға оңай. Сенсациялар болды. Арсеналға тіпті оңай, жартылай финалға дейін как будто міне өте бер деген сияқты. Ал сол жақтағы сетка ол жерде кәдімгі қарсыластар. Сол жақ кәдімгідей Чемпиондар Лигасы болып жатыр. Дұрыс, Арсенал бірінші орын болып аяқтады, мысалы. Сол үшін лайықты осындай сый. Мысалы, өткен жылы бірінші болып аяқтаған Ливерпульда. Оған сразу бұл жерде Глимптің сенсациясы көп көмектесіп жіберді ғой. Глимт сенсация жасады. Әйтпесе ол жақта Интер болатын еді. Ширек финалда Арсенал. Бірақ ол да бәрібір оңай болатын еді. Даже Интер болса да. Негізі. Сондықтан, маған бір қатты ұнады деп айта алмаймын осы жерде. Неге? Білмеймін. Негізі нағыз шайқас қазір басталайын деп жатыр ғой. 8-ден 1 финал. Чемпиондар Лигасының ең қызықты этаптардың бірі. Бірінші орында ширек финал. Саған PSG түспеді. Жоқ, мен жалпы матчтарын айта тұрмын. 8 керемет матч болады. Бірінші орында мен бағалайтын ширек финал, ең сүйікті кезең ширек финал мен үшін. Сосын 8-ден 1 финал. Дәл осы кезең мықты қарсыластар. Ар жақта мысалы Атлетико, Тоттенхэм дейміз, Барса, Ньюкасл, оларды да бір менсінбеуге отқан сияқтымыз, бірақ дегенмен керемет ойындар ғой. Интрига бар ол кездесулерде. Әрине. Интригасы жоқ дейік, екі матч бар. Қандай? Ито онымен біз кестіміз. Арсенал мен Байер, Бавария мен Аталанта мысалы. Интригасы өте аз. Өте аз деп 1 мен 2 алған командалар жоқ деп айту. Интрига аз. Қалған матчтардың барлығында интрига бар, кім жеңеді, кім жеңіледі, оны қазір болжап айту өте қиын. Қазір біз сол болжауға келіп отырмыз ғой. Солай. Реал Мадрид, Манчестер Ситиде қалалықтар фаворит болып тұр. Әрине. Үлкен басымдықпен фаворит. Бұл командалар жалпы кезеңде жолықты. Сол кезде Манчестер Сити жеңіп алған сырт алаңда. 2-1 есебімен Сантьяго Бернабеуде жеңіске жеткен еді. Бұлар енді шындайдан Манчестер Сити енді маған Реал Мадридтің жанкүйері ретінде біраз шаршатып жіберді. Жыл сайын 2020-дан бері мына 6 жыл өтті ме, 6 жылда 2021-де ғана демалдық қой Ман Ситиден. 2020-да жолықтық. Бірақ жыл сайын Сити фаворит болады да, бірақ Реал кәдімгі тең-бетең ойнап келеді. Жоқ, тең-бетең дегенде былтыр Реал фаворит болған. Былтыр Реал фаворит болды. Реал өтеді деп сендік, өйткені Ситидің жағдайы мүшкіл болды. Және Реал сенімді түрде ешқандай бір үміт қалдырмай Ситиді жеңіп тастады. Биыл жағдай енді өзгеріп отыр. 2024-те Манчестер Сити фаворит болды, пенальти сериясында жеңген. Сосын 2022-де атақты камбэк. Керісінше сол былтыр кәдімгідей Реал лайықты болып жеңді да, мықты болып. Ал оның алдыңғы жылдары кәдімгі Сити басым болып келіп, ар жақта Родриго шыға салады, Хосе Лу шыға салады. Ситидің прайм кезі ғой. Ол кездер. Сосын Сити көбінесе бірінші ойында өздеріне не жасап гандикап жасап алады, сондай нәрселер көп болды. Бірақ бір жағынан шаршадық, осы екеуі кездесе береді дейміз, бірақ басқа бөлек командалар ғой қазіргі таңда. Мынау Манчестер Сити Гвардиоланың жаңа проекті. Бұл жерде енді
баяғы өткен жылғымен даже салыстырсаң өзгерістер бар. Мысалы қазір Семенья қосылады. Сосын бұл жерде енді сол Prime Манчестер Ситимен бір ортақ бір нәрсе, ол тек қана Эрлинг Холланд болып тұр қазіргі таңда. Жартылай қорғаныста өзгеріп жатыр. Родри баяғыдай емес, мысалшы алтын доп алып келген, сол чемпиондар лигасын жеңіп берген Родри. Қақпада да басқа, қазір Эдерсон жоқ, қазір кім? Донарума. Джанлуиджи Донарума, иә. Қорғаныста Гехи бар. Қорғаныста Хусанов бар. Хосанов енді осал құрамда қалатын шығар. Жарайды, Гехи бар онда. Хосановтың аты айтылды. Иә, ана заголовка кетсін дедің ғой, кішкене. Сосын, жоқ, негізі Хусанов ойнайды деп ойлаймын мен, өйткені көп қой. Егер жарақат болса ойнайды. Егер Гехи жарақат болса ойнайды. Мүмкін оң қапталға шығып қалуы мүмкін. Ондай да бар, Винисиусты ұстауға. Нунеш 100% ақ қойды ол. Былтыр алып қойды, бірақ былтырғы ойынды еске алсақ, кәдімгідей Хосеп Гвардиола оң қапталға Винисиуске қарсы шығарды. Иә, жаман емес ойнады, бірақ бәрібір де жеңіліп қалды. Бірақ сол ойындарда ең үздік Хусанов деп жүрдік қой біз. Именно сол Ситиден ба? Иә, Бәлки құрамында ең үздік Хусанов. Бірақ Винисиус қазір былтырғыдай емес қазір. Винисиус қазір мықты. Жоқ, Хусановты біз андай кілең Ситидің жеңілген матчтарында үздіктейміз, иә, мысалы Манчестер Юнайтедқа қарсы ойнаған матчтар, сондай матчтарда үздіктейміз, андай бір жеңген матчтарында былай аса қатты көп айтып. Жеңген матчтарда көбіне шабуылшылар үздік болып кетеді ғой. Жоқ, мен айтқаным неге Сити мен Реал түскені жақсы болды, себебі ойлаңдаршы, мысалы Сити, Реал ана жақта Спортингке түсейін деп тұрды, иә, екі қарсыласында Спортинг болды. Күшті болады, а Сити Будиге түседі, и мына жерде бірде 8-де тек қана сондай Барса мен Челси қалатын еді. Иә, сол кезде Барса мен тек қана Челси қалатын еді, болды. Кіммен? ПСЖ мен Челси қалатын еді тек қана. Барселона Ньюкаслда мысалы қызықты екендер. Қызық историялар болатын еді. Мысалы, кім Реал екінші рет Лиссабонға қайтып оралады деген сияқты. Манчестер Сити Будиоглимптен қайтадан оралады деген сияқты. Реванш алу керек деген сондай нәрселер. Солай дұрыс еді ғой негізі. Негізі солай дұрыс. Мен сөйтіп УЕФА-ға сөйтіп жазған ғой сценарийін. Түсінбей қалған. Ракитич түсінбей қалған. Иә. Ағылшынша жазып беру керек. Кейін тағы бір андай бір өсек өтірік әңгіме бар ғой. Сити мен Реалдың өмірі жеребесі оңай болады деген. Өтірік болды. Өтірік қой. Ресми түрде бұл теманы жабайық. Ойбай Реалға қазір жеребені құрастырып береді, Ситиге құрастырып береді деген соңғы 10 жылды көріп отырмыз ғой. Реал үнемі өте қиын сеткаға түседі. Ситиде тура сондай. Қазір ПСЖ сондайға келе жатыр ма қалай? ПСЖда ондай емес, Ливерпульге қарсы түсті мысалы. ПСЖда енді былтыр солай болды ғой. ПСЖда былтыр солай болды. Былтыр қиын болды. Биыл енді бәрібір ол мына жағында тұр ғой, қиындау жағында. Челси мен Барса бір деңгей ғой шамамен. Сол үшін қазір енді жеребеде былай жол болып кетті деген ешқандай бүйтіп команда жоқ. Ойбай мынаған болысқан екен дегендей. Енді Будиоглимп пен Спортингқа сәл жол болып кетті. Арсеналға жол болып кетті енді. И Арсеналға қалай жол болып кетті? Енді жартылай финалға дейін жол ашық деген сөз ғой. Ол Арсеналдың несі емес қой, ол жерде Интер ұшып кетті былай бір шетінен. Сосын Байер кім еді қарсыласы екіншісі? Кім? Бавария. Жоқ, Байер Аталанта. Байер. Екеуі шамамен бір деңгей ғой былай қалыпсың. Плюс-минус сол үшін даже Байер Арсеналға, именно Арсеналға Байер қиын. Жоқ, оларға келесі кезеңде бірінші 8-діктен Спортинг түсіп тұрды. Сол Спортингтің орнына енді Сити ма? Иә. Сити түсуі мүмкін еді. Негізі сол оң жақ сетка мен сол жақ сетка деп бөлінген кезде Сити ғана шешті ғой. Егер Сити оң жаққа болса, оң жақ пен сол жақ бірдей болады еді. Ал қазір Сити мына жаққа кетіп қалса, вот еще сол бағана мен айтып отқаным, мына жерде Сити былай болып, бүйтіп ана жерде сонда сонда баланс болатын еді, сеткада баланс. Жоқ, бұлан сослонительное наклонение айтып отқанымызда бәрі андай. Қандай сослонительный? Сослагательное наклонение айтып отқан әңгімелерді бәрі де андай да. Өтірік әңгімелер да, болмайтын әңгімелер. Жоқ, бірақ осыған дейін болды ғой, осы жеребенің алдында сондай әңгімелер болды. Сити былай түссе баланс болады. Сити былай түссе деген баланс. Енді пайызбен қанша бересіңдер Реал Мадрид Манчестер Ситиге? 55-те 45 беретін едім Ситидің пайдасына ма? Ситидің пайдасына. 55-те 45. Жақсы беріп тұрсың. Менің ойымша енді Мбаппе деген ғана фактор Реалды құтқарып тұр. Мен егер Мбаппе болмаса, Винисиус та жақсы дейді ғой Ситиге қарсы. Мақұл. Мбаппе жарайды, ол Винисиусты қоя берші. Мбаппе ғой бірақ көшбасшы. Егер Мбаппе болмаса, неге біз Винисиусты қоя беру керек? Өйткені Реал Мадридтің үздік ойыншысы Мбаппе. Мбаппе болса, дәл қазір Винисиус. Сол сәл күмәнмен қарауға болады. Сити бола ма екен, Реал бола ма екен. Бірақ Мбаппенің факторы ғана мені тоқтатып тұр. Сити ойбай 100% өтеді дегеннен.
100% дейтін Иә. 100-ден ұстаса жоқ Мбаппе болып тұр ғой. Мбаппенің факторы әсер етіп тұр маған қанша пайызға әсер етіп тұр Бексұлтан? бір 30%-ға әсер етіп тұр да. Сол үшін 70-ке 30 болып тұр да. 70-ке 30 жоқ уже 3 мың теңге беріп қойған уже сол жетеді. Сол себепті былай 100% айтуға болмайды. Реалдың аты Реал түсінікті, ар жақта жеке шеберлікпен алып кететін ойыншылар бар. Дегенмен Сити менің ойымша айқын фаворит. Бұл жерде басты интрига Винисиус Этихадта бұрыштаманың қасында бүйтіп билеп тұра ма? Бірінші гол сала ма десейші. Ол билеу үшін гол салу керек қой. Соған келіп тұр. Бірінші гол салу керек. Ладно, билей ма деген сұрақ туындап тұр мына жерде. билеп қалуы мүмкін. Сол сен мысалы өткенде ана аргумент вот Неймар өйтіп билемеді. Неймар тура соны қайталады, білесің ба? Бразилия чемпионатында. Өз алаңында. Иә. Өз алаңда ма сырт алаңда? Бәрібір какая разница қай алаңда? Винисиус та өз алаңда сөйтіп биледі. Саған жіберіп қойды. Бұл жерде ол Винисиусты қолдап билеп жатыр да, ал Винисиус Бенфиканың жанкүйерлеріне қарсы биледі ол. Енді қоя берші жарайды. Неймар өзі қолдап жатса, Бексұлтан сен де уже қолдау керексің. Болды уже. Сен де уже аргумент қамады. Аузым жақтым. Ертең Ламин шығады бүйтіп, вот көресің, айтпады демей. Жарайды. Пайыз қандай? 70-ке 30 менде. 51-де 49. 51-де 49. Иә. Реал десең. Жоқ, Сити 51-де 49. Мен Манчестер Сити фаворит деп отырмын. 51-де 49-ға мен де келсем. Иә. Себебі чемпиондар лигасы енді. Оның үстіне Винисиус бабында Мбаппе жарақаттан айықса деген үміт бар. Родриго бар. Сосын басты себеп біз мынау жалпы кезеңде Сити мен Реалдың ойынын көрдік қой. Иә. Шамамен сондай ойын қайталануы мүмкін, мысалы. Негізі, бірақ ол кезде басқа бапкер болды. Иә, бұл жерде бапкер ғой басты фактор. Бұл жерде ойыншылардан еш кем емес Реал. Басты фактор Арбелоа болып тұр. Сондықтан мысалы балалар 70-те 30 деп жатқаны тек қана сол Гвардиола мен Арбелоаны салыстырмаймыз да ешқалай. Өйткені мынандай текетіресте әрине Гвардиола әлдеқайда тәжірибелі бапкер. Бұл жерде тек қана Реалдың жанкүйерлеріне үміт сол футболшылардың жеке шеберлігіне. Сол Мбаппенің күні бола ма, Винисиустың ба, Вальверде солай болып жүр ғой Реалда. Оған дейін Беллингем жарақатынан айыға ма, айықпай ма? Айығып үлгеруі мүмкін. Вот Беллингем да үлкен бір фактор болып қалуы мүмкін негізі, мен ойымша. Егер Беллингем оған дейін жазылып қалып жатса, негізі бізге Мбаппе жазылса қазір бірінші кезекте. Мбаппе бетон жазылады ғой. Мбаппе сол арнайы Ситиге қарай бүйтіп қотолқырына шығып Ситиге негізгі құрамда шығады. Мен Ситиге дайындап жатқан сияқты. Родриго да жарақаттан айығып үлгерді. Жаман емес. Енді қорғаныс шебін көреміз. Хейсен жарақаттан айықса, Рюдигер бар, әйтеуір Рюдигерді Холландтың қасынан қойып қоямыз да. Жүреді қолтығының астынан қарап бүйтіп. Иә. Баяғыдай. Алабаға сенім жоқ па? Алабасын ес. Асенсиодан Алаба жақсы ғой, бірақ жектер мойнынан. Енді Асенсио жарақат болып кетті ғой. Өкінішке қарай. Асенсио да енді бабында емес қазір. Ол орала ма, оралмай ма? Жоқ, оралады. Оралады, жарақат аса қатты не емес, қауіпті емес. Сондықтан 10 наурызға дейін оралуы керек. Бұл жерде Манчестер Ситиді көбіне Реалда айтып жатырмыз ғой. Манчестер Сити өте мықты бабында және чемпиондыққа таласайын деп тұрады сол уақыттарға қарай. Наурызда қазір Англия премьер-лигасының қызған шағы болады. Өте бабында. Барлық турнирде қатарынан 5 ойында жеңіп келе жатыр. Манчестер Сити. Ол кезде, по-моему, қателеспесем, кубоктық ойындарды ойнайды ол. Сосын чемпиондар лигасының матчына болады. Сондай болады ғой деймін. Күндізбе оңайырақ екен онда. Иә, кубокқа сен екінші құрам қоя салу мүмкіндігің бар да, мысалы ағылшын премьер-лигасы емес. Сондықтан мына жерде бұл негізі текетіресінен бұл жеребе негізі Арсенал жеңгені, ол өзінің қарсыласынан былай тұрғаны Манчестер Сити 2 ойында қиналайын деп тұрды. Ана жерде Арсенал бірінші ойында мысалы гандикап жасап алуы мүмкін. Өздеріне мысалы бірінші матчта гандикап жасап алады, екінші матчқа былай екінші құрам шығара салу деген сияқты әңгімелер бар да. Ал Сити ол 100% енді 2 матчта да қиналады. Моральды тұрғыда, физикалық тұрғыда да ауыр болады ғой. Иә. Бірақ жігіттер біз осы чемпиондар лигасын плей-офф енді көрдік қой, 1-16 матчтарын. Сол жерде сол ойындардан бір вывод жасау керек. Чемпиондар лигасында сен расслабон бере алмайсың. Иә.
міндетті түрде сен мысалы міне Ювентус Галатасараймен сәл-пәл не істеді, сырт алаңда жеңілді, бітті, үйде қаншама камбэч жетейін десең. Жоқ, расслабонды ол білесің, ол не жұпта емес, расслабонды Пари Сен-Жермен Монакода айтуға болады. Иә, Пари Сен-Жермен бір адам артық ойнап, жеңіп жатып, қандай расслабон сен сондай ротация анау-мынауға бара алмайсың деймін де, өйткені мысалы Интер тоже Будиоглимтқа барған кезде сол сырт алаңда басты Кристиан Гивудің қателігі, сол жерде ротация жасаймын, бүйтем, сөйтем, кішкене көрем деп, в итоге сырт алаңдан 2 голға кәдімгі гандикап әкеп алып, уже өз алаңда содан кейін рисковать етуге мәжбүр болды. Планы жоқ, ұшып кетті дегендей. ПСЖ тура былтырғы сценариймен келе жатыр. Алдымен өзінің отандастарын жеңіп алды, одан кейін ағылшын командаларын бастайын деп тұр ғой шамамен. 81-ші финалда ПСЖ-ның қарсыласы Челси болады. Мінекей. Бұл жерде айқын фаворит бар ма, жоқ па? Бар. Әрине. Бар. ПСЖ-да Челсидің мүмкіндігі азырақ па? Азырақ. Конференция лигасының жеңімпазы, клубтар арасындағы әлем чемпионы. Финалда 3-0 мен Финалда тасталған еткен. Жарайды, мынау орында отырсың ғой. Бола мал айту. шығып кетті ма? Жоқ, білмеймін. Сол финал үшін кәдімгідей қазір реваншын көрсетеді ғой. Реванш алып отырса ма? Тырысады. Одан кейін дәл сол былтырғы сценарий бойынша Ливерпуль болуы мүмкін. ПСЖ-да. Ағылшын командаларын бір-бірінен шығара ма? Сосын Арсенал финалда ма? ПСЖ-ның Монакоға қарсы матчтары жалпы соңғы ойындарына қарап сәл не жоқ па? Қауіп жоқ па? Бар. Оған қоса Дембеленің жарақаты бар. Білмеймін, енді ПСЖ былтырғыдай андай мықты емес, бірақ былтыр да андай жаңа жылдан кейін қосылды олар. Олар былтыр да жаңа жылға дейін былай. Былтыр олар осы уақытта өте мықты болған. Олар Ман-Ситиді жеңіп алды қаңтар айында. Қазір наурыз айы болды, әлі бір отал olmай жатқан сияқты меніңше. Былтыр оларды оталдырған бір фактор бар ғой, Хвича Кварацхелия қыста келді, сосын плей-офф кезеңінде ол қатты көмектесіп жүрді. Осы жыл ондай фактор жоқ, бірақ енді Хвича әрине құрамда бар, бірақ жалпы андай жаңа дем беретін ештеңе жоқ болып тұр да. Мүмкін бір ішкі ресурстар қайттан просто бабына оралса, мысалы Ашраф Хакимиді өткен маусымдағыдай әлі көрген жоқпыз біз. Витинья, Нуну Мендеш, мүлде Нуну Мендеш вообще не істеп жүр. Жаңа Пачо дейтіндерін тоже сәл-пәл ана былтырғы треблден соң тойынып қалған жоқ па? Кішкене тойынып қалды, көрінбейтін сияқты. Сосын ПСЖ-ның қақпашы мәселесі бар да, мысалы былтыр Донарума номер 1 қақпашы болды да, ол айқын өзінің бірінші номері болды да. Ал биыл Луис Энрике өз шеше алмай жүр, немесе Сафонов па, Шавале ма. Қазір мысалы Сафонов бірінші номер. Оған дейін Шавале болды, бірақ білмеймін енді. Екеуінде бір андай топ қақпашы деп айта алмаймын. Тирадин қақпашы деп айта алмаймын. Екеуінде де қателіктері көп. Сафонов жарайды өткенде бір керемет не болды, анау 4 сейф қатарынан жасап, клубтар арасында. Бірақ жалпылай алған кезде енді Сафонов все-таки чемпиондар лигасындағы деңгейдегі қақпашы деп айта алмаймын. Мүмкін білмеймін. Донарума емес. Донарума емес, бір сен андай сенімді болып тұрмайсың да қақпада. Өйткені мысалы Монакомен болған ойында да сол Сафоновтың бір-екі жерде қате жібергені болды, на выходе ойнағандары не істегендер. Сондықтан ПСЖ-ға бұл тұрғыда ішкі чемпионатта аса мәселе жоқ қой. Тіпті мәселе жоқ. Чемпион болады ғой деп отырмыз ғой енді шамамен алатын шығар деп. Бірақ сонда да уайым бар да. Англия клубтарына былтыр мысалы Англия премьер лигасындағы матчтармен қатар өтуге тура келді ғой. Сондай проблема қайтып туындамай ма? Мысалы Челси 2 матчтың ортасында Ньюкаслмен ойнайды. Англия премьер лигасы аясында. Просто Англия премьер лигасының командаларында 2 құрам бар толығымен. ПСЖ-да ондай жоқ қазір. Челсиде бірақ 2 құрам жоқ қой. Челсиде жоқ, Сол үшін фаворит қой ПСЖ. Челси сәл күштірек, Страсбургдан сәл күштірек команда. Челсидің бір андай несі, Челси любой команда жеңіп кете алады да. Келді Барсаны жеңе салды. Ол жерде аутсайдер бола тұрады да. И сосын мысалы кетті Арсеналмен бір тең нәтиже ойнап қалуы мүмкін деген сияқты. Сондай бір Челси осындай топ қарсыластарға қарсы бір матчты былай өткізе алады. Челсиға да жақсы жеребе деп айтсақ болады, өйткені именно ойын стилистикасы Челсиға ыңғайлы болады да, өйткені жаңағы тез қапталдан шабуыл жасауға, жаңағы қарымта шабуылдарға, контрпрессингпен, жаңағы переходный фазаларда ұстауға сондай мүмкіншіліктер көп береді Пари Сен-Жермен. Сонда Челсиға Ньюкасл түсуі мүмкін еді ғой негізі. Челси Ньюкасл түссе 3 матч қатарынан болатын еді сонда. Сол кезде қызық болатын еді. Одан кейін ширек финалда Ливерпульмен ойнауы мүмкін еді, Англиядан шықпай жүре береді. Англиядан чемпиондар лигасында. Биыл кім 5 рет кездескен екен?
Лудогорец біреумен осы Еуропа лигасында. Біреумен еще чемпиондар лигасының квалификациясына 2 рет кездескен екен. Бір елдің командалары. Иә, осы вот тура кеше сол матчты не істедім. Сосын олар жаңағы жалпы кезеңде кездескен ғой. Жалпы кезеңде кездескен бір рет, и осы плей-оффта 2 рет кездесті. Иә, онда кездескендер көп қой. Барса мен Ньюкаслды айтамыз, Сити мен Бран мен Лудогорец қой. Галатасарай мен Ливерпуль бар, иә. Аха. Сондықтан, иә, ондайлар бола тұрады. Мына жерде енді просто Англия командалары өте көп. Әлі бірде-бір Англия командасы Еурокубоктардан ұшпаған. 9-нан 9-ы келе жатыр. Ұпайлар қосылып жатыр. Сондықтан бұлар енді бір-бірімен кездескендеріне қаттан қалмаймыз енді. Иә, екі мықты команда қызық болайын деп тұр. Олардың қарсыластары да оған дейін пайызбен өлшеп кетейік бұны да. Бұны ма? Әр ойында. 50-49. Бұғанда ма? Бұғанда ма? PSG-ның пайдасына? Жоқ, мен бір 65-35 беретін едім негізі. Бір көбірек беретін едім PSG. Негізі PSG фаворит, иә. PSG фаворит 70-ке 30 шығар. Құрамның деңгейі мықты. Челсидің ойыншыларына қарап 20 десең спорласам бек. Енді Челси там мойындаймыз ғой, мықты команда жалпы. Ақша фармить етіп чемпионкадан кейін. Соққыға суге келмей болып, спорласуға тиісті. Иә. Блокнотыңда. Дәл қазір APL-дың 3-ші командасы ғой, қанша дегенмен де деңгейі бойынша. Сити дейміз, Арсенал дейміз, иә, олар да мықты, бірақ Челси де содан соның артына келе жатқан команда. Клубтар арасындағы әлем чемпионатында негізі бағалау керек. Ол жерде PSG 100% негіз ұранмен шықты, жалпы мотивация жоқ емес, бар болды, өйткені финалға дейін шығып отты. Енді соңында ол кезде PSG сәтсіз қалды ма, бір сондай. 6-7 матч ойнап, соңында финалға келген кезде бере салу дегенде ол қате енді мотивация жағынан. Сол себепті жаңағы бірақ Рассеньор қаншалықты мынау Луис Энрикеге қарсы былай мықты тактика құралады деген әңгіме бар. Осының алдында мысалы Мареска. Енді ол кезде 3-0 есебімен жеңген кезде Маресканың жеңісі деп айттық қой. Ойбай, міне индивидуал прессинг, Палмерді ашты. Палмер между линиями мықты ойнап кетті, қазір мықты деп жалпы ол кезде көбінесе бапкерді мақтаған едік та, ал бұл жерде Рассеньор қаншалықты PSG-ға қарсы бір жаңа нәрсе ойлап табады. Рассеньор Страсбургда болған кезде негізі жеңді. Иә, 1-0 ме? 2-1 жеңді негізі. Бұлай несі тәжірибесі бар. Луис Энрикеде. Енді PSG-ны жақсырақ біледі ғой. Соның чемпионатынан келіп тұр. Бұл ойынның жеңімпазы Галатасарай Ливерпуль арасындағы ойынның жеңімпазымен жолығады ширек финалда. Галатасарай бір сенсация жасаған Ювентусқа қарсы. Және жалпы кезеңде Ливерпульді жеңді. Осымен сенсациялары бітеді ау деп отырмын мен. Иә, өйткені все-таки Ливерпуль Ювентуске салыстыратын қарсылас емес. Иә, әрине Галатасарай сол неде жеңді деп айтамыз, бірақ сол кездегі контекстті бәріміз білеміз ғой, қалай болып жатқаны, қандай мәселе туындаған Ливерпульда. Бұлар енді плей-офф матчтарына ерекше дайындықпен келіп, қазір еще Ливерпульда ағылшын премьер-лигасына кәдімгідей проблемалар көп қой. Оларда мысалы ағылшын премьер-лигасын жеңіп алуға қарағанда әлдеқайда осы чемпиондар лигасын жеңіп алуға мүмкіндіктер жоғары. Сондықтан бұл жерде енді Ливерпуль 90-да 10 деп осы жерде айтса болады деп ойлаймын. Оның үстіне қарымта матч сырт алаңда өтеді ғой Галатасарай үшін. Ал олар қонақта енді. Сол фактор негізі өте андай көп шешетін сияқты. Себебі мына бірінші кезеңнен де көріп отырмыз. Мысалы 8 жұптың арасынан 6-ауы екінші ойынды өз алаңда өткізген командалар шықты. Оң қоса жаңа кімді өтіп кетуі мүмкін еді? Мысалы Ювентусты өтіп 7 команда болып кетеді. Тек қана Буде бірінші ойынды өз алаңда өткізген команда шықты келесі. Солай болатын еді да негізі. Сол себептен андай екінші ойын өз алаңда өткізетін ол андай үлкен не береді? Плюс. Ол бір жағынан плюс береді, сосын біз де түсіну керекпіз ғой, өз алаңда екінші ойын өткізген команда ол скорее всего фаворит. Турнир лестесінде жоғары орналасқан кем скорее всего фаворит, ол сондай да бар. Сондықтан әрине бұл жерде енді именно осы жұпта мен 100% Ливерпуль өтті деп жартылай финалмен, ширек финалға шарт қойып отырсың ба? Ширек финалмен. Пайызбен қанша дейсің? 90-да 10. 90-да 10. 99-да 1. 99-да 1. Енді Галатасарай өз алаңында бір 3 топ басымдығымен жеңсе де көріп отырмыз ғой, сырт алаңда абдырап қалатын. Енді егер Галатасарай өз алаңында бір 2 топ, 3 топ айырмасымен жеңбесе, Энфилдтегі ойын жай әшейін
интригасы болып қалатын сияқты. Иә. Ливер жалпы жеңілмесе, сырт алаң болды. Жоқ, андай 0-0 есебімен жеңіліп келсе де өз алаңында Галатасарайды қарабақ қылып жіберуі мүмкін ғой. Жоқ, өткенде Ювентуспен сияқты бір қызыл қағаз алып, пенальти қойылып, сондай бір мәселелер болмаса еді, жалпы 180 минут командалар бірдей құраммен ойнап не істеп жатса. Ливерді сол как раз таки пенальтінің арқасында жеңді ғой. Жалпы өз басымдығын Ливерпуль Дидараға келсем жалпы 90-да оның. Ширек финалда ПСЖ Ливерпуль деп отырсыңдар ғой. Ширек финалда сол жақтағы сеткаға аяқтап тастайық, соңғы матч бар, Аталанта Бавария. Иә. Олар Реал мен Манчестер Сити арасындағы текетірестің жеңімпазымен жолығады ширек финалда. Бавария кіммен кездеседі десейші, сол ғой тек. Бавария, не Реал мен не Ситимен жолығады. Мен сол, Боруссия мен Аталанта ойнап жатқан кезде сол кезде айтқан, жалпы Аталанта мен Боруссия өзімен кім бірде 8-де ұшатынын шешіп жатыр деген сияқты. Сол ғой, өзім шамамен сол енді Аталанта ұшатын болды. Аталанта ұшады, білмеймін енді. Мына жерде скорее всего ұшады, бірақ Аталанта негізі осы екінші ойында кәдімгідей өзін дәлелдеп кеткен сияқты. Бір көрсетіп, Аталантаға жыл сайын осы сеткамен не болады да? Әйтеуір не повезло болып қалады, осындай именно 8-ден 1-де ұшып кететіндей сондай қарсыластар туындайды. Мына жерде де Бавария негізі қазіргі таңда ең қиын қарсылас па деп ойлап қоямын. Өйткені оларда вот как раз лигасында бәр мәселе шешіліп тастаған, олар чемпиондар лигасына толығымен кәдімгі. Оларда керісінше қазір ана жарақаттан керісінше айығып жатыр. Нойер да қайтадан оралды, Мусиала қайтадан келді. Бәрі Лаймерді қайтадан оралды. Жалпы бәрі қайтадан несіне келіп жатыр да. Жігіттер, сендерге сұрақ енді арғы бетте Арсенал мен Байер ойнайды, мына бетте Бавария мен Аталанта. Қай жұптың аутсайдердің мүмкіндігі жоғарырақ? Байердің жоғары. Қай жұпта интрига көбірек болады деп ойлайсыңдар? Байер ма? Иә. Меніңше Байер. Бавария бұл мұндай командалардан тасталған етіп тастай салатын команда да, оларда прагматика деген жоқ. Сондықтан Аталантада меніңше мүмкіндік азырақ, оның үстіне чемпионатта оларда 2 матчтың ортасында Интер бар. Жоқ, сендер сол пайыздық өлшем дейміз ғой, сонымен қалай мысалы Байер Аталантада сендер қанша деп отырсыңдар? Бавария Аталантада ма? 90-да 10 шамасы. 99-да 1. Сен спорласаң. Мен 80-ге 20 деп отырмын. Иә, вот мен де солай ойлаймын, а вот Арсенал неде 70-те 30. Арсенал Байер. Енді шегінде бір ойлап тұр екенсіңдер, плюс-минус, өйткені енді все-таки бұл жерде даже анау Байер немесе Аталантаның күштерін салыстырып отқан жоқ, мен именно Бавария мен Арсеналдың қазіргі таңдағы бір бабын, сосын Арсеналды все-таки күнтізбе жағын қараймыз. Күнтізбе, жаңағы кубок бар, лига кубогы болады ары қарай, 3 күн сайын матч, сондай факторлар өте көп. Енді менде бірақ сәл керіншелеу екен, өйткені Бавария Аталанта ойынында бір сюрприз, соңына дейін интрига болатын матч болуы мүмкін. Олай да болды. Салыстырмалы түрде, енді Арсенал мен Байердің. Жоқ, сол үшін мен 20% деп отырмын. Андай не Галатасарай сияқты аутсайдер еместім. Мына жерде все-таки анау Италияның клубтары олар андай намысшыл болады, кішкене андай. Басқалар намысшыл емес па? Басқалар намысшыл емес, басқалар беріліп қояды. Имеется в виду менталдық тұрғыда Италия өздерін топ чемпионат санайды да. Оларда бір андай қорқыныш болмайды, ойбай Бавария келе жатыр екен деген сияқты. Менің ойым сондай. Сондықтан бұл жерде қызық, мүмкін тоже там қызыл қағаз алып. Жалпы не үшін деймін ба, өйткені Арсенал мен Бавария салыстырып отырық қой жаңағы бір. Арсеналдың қорғанысы мықтырақ та, ал бұндай кездесулерде сол қорғаныс шешіп кетуі мүмкін, өйткені 1-2 контратаканы жеріп алсаң 2 гол соғылады. Болды, жақта жағдай қиын деген сияқты. Ана жерде Патрик Шик деген жігіт бар. Керінше осы Аталанта бір қарымта. Даже сен қорғаныс жарайды, сен қорғаныс дей бересің, асаған Гримальдо мысалы неден айып соққыдан гол кіргізіп жіберсе мықты болды. Ондай варианттар бар, сондықтан кішкене Байердікі мүмкіншілік жоқ. Енді сетканың оң жағына өтейік. Ньюкасл мен Барселона қайта жолығайын деп жатыр. Барселонаның пайызы әлдеқайда жоғары ма? Қазір енді сарапшылар сенімді түрде Барса өтеді деп отыр. Сенімді түрде айтып жатқан шығар, бірақ Барселонаны жақсы танимыз ғой. 95-те 5 спорласамыз ойлайсың. Жоқ, ондай емес. Барселона 8-ден 1 финалда осындай Ньюкасл сияқты бір
әжептәуір ортаңқол команда деп есептейміз ғой. Сондай бір қауіп төндіре алатын командаларға қарсы жеңіліп қалуы мүмкін. Жалпы Барселона кез келген командадан жеңіліп қалуы мүмкін, кез келген командадан жеңуі мүмкін. Мысалы, кез келген командадан жеңуі мүмкін. Ньюкаслда айырып тастады ғой. Барды да даже Решфорд жоқ, ол ойын бойынша негізі Ньюкасл андай жаман емес қой. Бірінші тайм күшті болды, ары қарай екіншіден Барселона жеп тастады оны. Сәл интрига болды. 2-1 есебімен Англияда ойын болды, иә, ол кезде. Интрига болды. Решфорд гол соқты ол жерде. Дубль жасады ма, не істеді? Решфордтың арқасынан жеңіп кетті ғой Барселона, әйтпесе қиын болды. Сондықтан просто Решфорд шығарасың болды. Мен Барсаға тек Будьо, Галатасарай түссе ғана ой Барса деп айтатын едім. Қалған командалардың барлығына қарсы Барсаның жеңісін 100% ойбай жеңеді деп айту өте қиын. Кез келген команда Барсаны жеңіп кетуі мүмкін. 95-те бес деген жоқ. Қанша дейсің? Қанша пайыз дейсің? Сол 80-ге 20 деп отырмын. Сол фактор кешкі базар деп 85-те 15. Жоқ, шешуші фактор ол Барсаның қорғанысы ғой, біз білеміз ғой. Ар жақта мысалы Гордон қазір позициясын ауыстырды, орталық шабуылшы болып қашып кете салады. Мәселен Барнс бар, өте жылдам, қандай креативі мықты ойыншылар. Сол себепті Барсаның қорғанысына Гордон дегендер бар ғой. Барсаның қорғанысы өте нашар. Сол себепті 80-ге 20. Әлібек қорғаныспен салыстырамын. 75-те 25 беретін едім. Мен 70-те 30 біз. 85-те 15 деп отыр едің ғой. Жоқ, ол Бексұлтанмен спорлассақ. Бексұлтан айтқаны керек болмасам олай. Сен 65-те 35-те көрексің енді. Сен неше деп отырсың? 70-те 30 деп отырмын. Мен 65-те 35 дейін онда. Сөйтіп әдемі. Арифметикамен аяқтасақ, иә? Пайызымызды. 65 Барселонаға қойды. Міне Барсаның тұрақсыздығы да, қорғанысының тұрақсыздығы. Жоқ, барлығымыздың пайызымыз тұрақсыз ба? Тұрақсыз болып тұр. Әртүрлі. Плюс-минус 5% болып тұр да. Жоқ, Ньюкасл андай да, әлсіз команда емес қой. Ньюкасл ойнайтын команда. Андай мысалы Аталантада ойнайтын адамдары бар, Вольтемада бар мысалы, 90 миллионға алынған. Бруно Гимарай жалпы андай құрамын қарасаң, Ньюкасл жақсы ғой. Қауіпті. Қызық болайын деп тұр, не де болса. Олардың қарсыластары ширек финалда Атлетико Мадрид пен Тоттенхем. Тағы да испан ағылшын текетіресі. Иә, өте қуанышты болды мен үшін жеребе. Осы Диего Симеоне зорласа екен осы Тоттенхемда деп отырмын мен. Тоттенхем жек көресің ба сен? Жек көресің, естідік. Ұнамайды маған ойыны. Бұл командаға емес, клубқа емес, жалпы. Симеоне ма? Жоқ, осы маусымдағы Тоттенхемге өте мынандай нем бар. Өйткені мынандай құрам сенде. Ол жарайды, жартысы жарақат, бірақ анау не Франк кезеңінде де, не қазіргі Тоттенхем как будто жаңа бапкер келіп ештеңке өзгере жатыр. Бірақ дейдер, Тоттенхем 4-ші орынмен аяқтады жалпы кезеңде. Иә. Ал 14-ші орында Атлетико. Ол просто ағылшын премьер лигасының деңгейін көрсетті. Жоқ, Тоттенхем топ қарсыластардан жалпы кезең кіммен кездесті? Тек қана Париж ғой да? Тек қана Париж. Парижден 5-3 қадалды, иә, тек қана. Білмеймін енді ол тек әзіл жалпы. Жоқ, түсіндірдім да, жоқ, вообще деймін да, мына жерде білмеймін, Атлетико өтпесе үлкен сенсация болады сияқты мен үшін. Иә, Атлетико үшін сәтті болды, оған қоса олар Ливер немесе Тоттенхем болып тұрды ғой. Таптап өту керек деп отырмын мен мына жерде. Кәдімгі Сөрлот ана жерде пентатрик жасап. Бір ноу бар да, екінші кездесу Тоттенхемда өтеді. Иә, ондай да ноу бар. Менде бұл кездесуде енді Барса мен Ньюкаслды 80-ге 20 интрига анау деп жатырмыз ғой. Бұл ойында одан да қатты былай тұрақсыз бір болжауға қиын ойын сияқты менің ойымша. Атлетико фаворит түсінікті, мықты, құрам мықты. 70-те 30 ғой плюс-минус. Плюс-минус сондай, 70-ге 30, 60-ға 40 десем де болады менің. Меніңше 60-ға 40 Атлетико басымдығымен. Бұл ойында 60-та 40 интрига болуы мүмкін матч. 60-та 40. Иә. Қазіргі Еуропа лигасының жеңімпазы қанша дегенмен? АПЛ-дің командасы. Игор Тудор. АПЛ-дің командасы. Сол Игор Тудорды қаяқтан шығару. Науыр плюс-минус минус деп айтып жатқандар сияқты. Білмеймін. Жүр ғой қазір қаншама бапкерлер бар. Жоқ, Атлетико бір жақсы. Амаримді хотя бы шақырып алыңдар. Атлетико қазір мысалы Барсаға қарсы қарымта кездесу өткізеді да, одан кейін енді чемпионатта уже ешқайқа таласып жатқан жоқ, төрттікте қалады, болды. Ал болды. Тек қана чемпиондар лигасы қалып тұрады да олар. Тоттенхем да чемпионатта таласып жатқан жоқ. Ол чемпионшипке өшіп кетпеу үшін таласып жатыр. Олар чемпионшипқа өшіп кетпеу үшін таласып жатыр. Вест Хэм мен Ноттингеммен таласып жатыр олар. Иә. Сонда ширек финалда испаниялық екі команда ойнап қалуы мүмкін, иә? Тағы да Атлетико Барселона міне кек алуға болады сол кезде. Көреміз енді, шығып алайық. Соңғы командалар енді оң жақтағы сеткада Ливеркузен, Арсенал.
Бұл жақта да енді жаңа пайыз өлшемді Дидар айтып отырсың, 70-30 дедің, иә? Сендер не дейсіңдер? 90-ға 10 мен ойымша. 90-ға 10. Менікі де бір 80-ге 20 сонда. Да, 1000 және 9000 кеттік па? Ой, бүгін спортсыз тема деп ойлайды. Хотя бы бір 0,5 больше Дидар спорт шығарды бір. Құралақан қайтпайды жар. айтпайды. 1000 теңге болса да жармайды ол да. Иә. 9000 мыңға спорт отырсына ма? Өйткені енді все-таки жаңа неше түрлі факторлар бар, сол Гримальда мысалы күнтізбе анау дегенді айтып отырсың ғой. Иә. Сосын жалпы енді біз былай күшті айтып отырық та, бірақ әйтеуір бір матчта сенсация болу керек қой. Мен қазір айтатын сияқты сенсация болады матчта. Бір сенсация, кім жеңсе сенсация болады? Будеглим жеңіп кетсе ма? Иә. Будеглим пен Спортинг сол Арсенал Байер арасындағы ойынның қарсыласы ширек финалда. Мен сенсация ойламаймын, осы 50-50 деймін. 50-50? Міне, мен толықтай 51-де 49 дейінші, Спортингқа 51-де 49 Спортинг. Дидар аға мен толықтай келсем мына жақта. Мен толықтай келсем, неге андай Спортингті мықты фаворит болады? Спорласпасаң болды деп отырсың ғой қазір, иә? Жоқ, мен Дидар болуы мүмкін. Любой пайда болуы мүмкін да. Сендерді келмей тұрып та біздер дауласқанбыз ол туралы. Андай мен үшін мен түсінбеймін, не үшін Спортинг андай айқын фаворит болу керек екен. Андай Буди өзін көрсетті бұл жалпы чемпиондар лигасынан. Былтырдан бастап көрсетіп келе жатыр. Бірақ өзінің пигіне жетті деп ойлаймын бұл жігіттер ше. Олар былтыр айтты, Еуропа лигасының жартылай финалына шыққан кезде айтты, міне пиктарын болды, одан кейін бұдан артық болмайды. Жоқ, міне Спортинг енді 50-ге 50 деп тұрсыңдар ғой. 51-де 49. Кел 5100-ге 4900. Смело. Спортинг. Менде Спортинг. Больше шығып кетті. Әлібек бере салады. Әлібек те просто... Сөз. Мен енді 60-та 40 деп ойлаймын. Спортинг бұл жерде фаворит. Мұна мен Спортинг бөлгенмін. Мен негізше сендерге айтқыз алдында мен 70-ге 30 деп отырған басында. Мынау контора выгодный екен. Ана жақ 70-ге 30 деп отыр. Ойланып көріңдер. Мұны аукцион болып кетті екі контора арасында. Жоқ, қолдау деймін. Будеглимге жетеді ғой осы. Не үшін жетеді? Спортинг. Олар керісінше Спортинг түсіп, керісінше олардың мотивациясы көтерілуі мүмкін. Иә. Оларға біз Спортинг Интерді ұтсақ, өткен жылдың финалисін ұтып кеттік, мына жерде енді Спортинг. Спортингте тура сондай ой ғой, ой Реал Мадрид бізге түскен жоқ, жақсы болды Будеглим ойнайды. Вот как раз олар расслабиться етуі мүмкін. Иә. Сендер екі бір жағдайды екі түрлі мағынада түсіндіріп отырсыңдар. Будеглим мотивациялап, Спортинг босатып қалады. Өзімізге қолайлысын таңдап отыр. Өйткені Будеглим үшін бұл андай жыл сайын болатын нәрсе емес та, Спортингқа ол тұрақты түрде чемпиондар лигасының. Спортингке ширек финалға шығу деген масқара деңгей ғой негізі. Чемпиондар лигасының ширек финалында ойнау Спортинг үшін. Бұл команда Бенфика, Порту сияқты бұл турнир жеңіп алған бір тарихи бар. Португалия чемпионатының командалары үшін Еврокубок деген бірінші кезектегі жағдай ғой. Ақша табу бірінші. Қаншама призовой бар. Сонымен қоса футболшылардың жәрмеңкеге Луис Суарес дегендер шығарады бүйтіп. Жәрмеңке былтыр естеріңде ма не болды Спортингпен? Амарим кетіп қалғаннан кейін. Не болды? Ұшып кетті ғой деймін олар, плей-оффта бірінші матчтан. Плей-оффта олар Боруссиядан жеңіліп қалды. Боруссиядан, иә. Сондықтан сол Спортинг мына Спортингтан мықтырақ болған деп ойлаймын. Бірақ Будеғы бұл жақта мәселе. Жоқ, Буди бірінші кезекте. Боруссия емес қой енді Буди. Буди Боруссияны айырып алатын еді деп ойлаймын. Көреміз Спортингтан. Все, болды. Бірінші Спортинг, иә. Спортингті көреміз. Бесілден 100 теңгеңді ұмытпа. 8 матч осындай. Сөйлетіп алу керек еді бексті. 70-те 30 деп. Өзің бастап кеттің сыра. Қалдып кетті бала. Осы жастар осындай. Хватка не та. Осындай 8 матч. Енді 10-11 наурызда бірінші матчтар өтеді. Бір аптадан кейін қарымта ойындар. Бізді өте қызық текетірестер күтіп тұрған сенімдіміз. Жоқ, осы жерден чемпиондар лигасын кім жеңеді болжап кетейік та сразу. Соңына дейін барып па? Иә. Сеткаға былай бір қарап жіберіп бүйтіп. Сетканың ширек финалының примерін өзім жасап қойдық қой жаңа. Біздер жаңа Бексұлтан екеуміз қорғанда, бірақ сенің ойың кетіп қалды. Иә, менің ойым кетіп қалды, мен Бавария болады деп тұрмын. Бавария ма? Мен жалпы жартылай келсем, дегенмен бір Бадан басталатын команда Бадан жарайды. Будеу кетіп қалсыншы. Байер де бар ғой айтпақшы. Байер бар ғой.
негізі Бавария деп айтуға күшті көрініп тұр, бірақ Баварияның мына жақта сеткасы өте қиын. Чемпиондар лигасында Арсенал жеңсін шошыл. Чемпионат беріп қойсын ба? АПЛ-ды Мансити жеңсін ба? Мансити жеңсін. Любой Манчестер жеңе салсын. Чемпиондар лигасында осы жылы Арсеналға прям жанкер боламын мен. Чемпиондар лигасында. Мен онда Бавария дейін. Бавария тура ПСЖ-ның несін қайталауы мүмкін да, мықтылардың бәрін жеңіп шығып. Мен финал Арсенал Бавария болса, вообще уайымдамаймын. Финал мен, өте қызық финал болады. Өте қызық финал болады, Бүгінгі видео осындай. Бірақ ол жақта Арсенал ұтылып қалады ғой. Жарай. Айда. Бүгінгі видео осындай болды. Біздің болжам назарларыңызда. Сіздер де өздеріңіздің болжамдарыңызды комментарийге міндетті түрде жазылыңыздар және Соққы Лайф YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Егер жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір тексеріп жазылыңыздар, себебі көктем футболдың ең қызық кезеңі ғой. АПЛ болсын, топ-5 лига, чемпиондар лигасы, алда әлем чемпионаты бар. Соққы Лайф және Соққы және Гол YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.